Бүгінгі өтетін тақырыбымыз туындыны табу ережелері. Бізде мұнда қараңыздар, екі формула көрсетілген. Осы екі формуланы қай жерде қолданатынымызды айта кетейік. Егер де бізде функциямызда екі өрнек көбейтіліп тұрса, көбейту амалы тұрса, онда сіздер мына бірінші формуланың көмегімен табасыздар. Ал егер бізде функциямызда бөлу амалы бар болса, мынандай бөлу амалы, онда оның туындысын сіздер мына формула бойынша табасыздар. Жаттау керек болса, сіздер мына жаттау оңай. Екеуінде де қараңыздар, УВ деп жазып аласыздар. Көбейтуде қосу тұрады, азайтуда мында бөлуде мында азайту тұрады. Және де ескере кетейік, мына жерде қараңыздар, бөлуде астында В штрих емес, мында В квадрат. Яғни мына жерде тұрған өрнекті квадраттайсыздар. Көбейтуге байланысты мысал қарастырайық. X квадрат қосылған 4 көбейтілген түп арасында X-қа. Арасында көбейту амалы тұр. Туындысын табайық. Біздің жағдайда мына жерде U-дің рөлін X квадрат қосылған 4 атқарып тұр. Ал V-ның рөлін түп арасында X. Туындысы F штрих от X тең. Формула бойынша қараңыздар. Мына жерде біріншінің туындысы екіншінің көбейтесіңдер, қосу екіншінің туындысы біріншісін жегеніп жазып қоясыздар. Сонда қараңыздар. Біріншінің туындысы X квадрат қосылған 4-тің туындысы көбейтілген түп арасында X қосылған X квадрат қосылған 4-ті жегеніп жазып қоямыз. Көбейтілген түп арасында X-тің туындысы. Енді туындыны табайық. X квадрат қосылған 4-тің туындысы неге тең еді бізде? Дұрыс, 2x көбейтілген түп арасында x-қа қосылған. Бұны жайғанып көшіріп қоямыз. X квадрат қосылған 4 көбейтілген. Ал түп арасында x-тің туындысы неге тең еді? Осылай. Есеп аяқталды бізде. Сонда бізде жауабы функцияның туындысы тең екен осы өрнекке. 2x түп арасында x қосылған x квадрат қосылған 4 көбейтілген 1 бөлінген 2 түп арасында x-қа. Есеп аяқталды. Келесі мысал. Формулада қараңыздар. U бөлінген V. U-дің рөлі не атқарып тұр біздің жағдайда? U-дің орнында не тұр? Ал V-ның орнында? Жақсы. Енді туындысын табайық. Шешу. F штрих от X тең. Бөлшегімізді сызып қойық. Енді қараңыздар. Үстінде жаңағы біздің көбейтудегідей туындысын табамыз, бірақ мына жерде қосудың орнында бізде азайту тұрады. Біріншінің туындысы екіншісін жазамыз. Екіншінің туындысы біріншісін жазып қоямыз. Сонда қараңыздар, бізде x кубтың туындысы көбейтілген 2x қосылған 4-ке. Азайту x кубты жазып қоямыз. Міне енді біз x кубтан туынды алмаймыз. Тек енді 2x қосылған 4-тің туындысын аламыз. Яғни айтқан кезде очередьпен аласыздар. Бірінші кезек-кезектеп мынаның туындысын аласыздар, сосын мынаның туындысын аласыздар. Поочередно біз барлығын туындысын алып шығасыздар, айтқан кезде. И қараңыздар.
Бізде формулада астында v квадрат деп тұр, яғни мына 2x қосылған 4-тің квадраты. Енді бөлшектің алымындағы туындыларын табайық. Астына жаза берейін, ыңғайлылық үшін. Бөлшек. X кубтың туындысы неге тең бізде? X 3x квадрат, дұрыс. И жақшаны жазып қоямыз қасында 2x қосылған 4. Азайту x кубты жазып қоямыз. Ал мына жақшаның ішіндегі өрнектен туындалған кезде неге тең болады? Яғни неге тең? Сонда неге тең болып шығады? Жаңағы 2 қалады, дұрыс. Ал астында өрнекке түспей қойық, оның квадраттап та керегі жоқ, көбінде осылай қалдырады. 2x қосылған 4-тің квадраты тең. Жақшаның алымындағы ұқсас қосылыстарды біріктіріп, мына жерде жақшаны ашып жіберейік, не болатынын көрейік сосын. Жақшаны ашқан кезде болады 6x куб қосылған 12x квадрат и минус 2x куб. Біз қараңыздар, туындыны мына жерде біз алып бітірдік. Мына жерде бізде туынды амалы бітті. Біз ары қарай жай ықшамдап жатырмыз. 2x қосылған 4-тің квадраты тең. Бөлшектің алымында қараңыздар, 6x кубтан 2x кубты алайық. Сонда бізде болады 4x куб қосылған 12x квадрат екен. Бөлінген 2x қосылған 4-тің квадраты. Осы түрде қалдырамыз. Өйткені бөлшек ары қарай бізде қысқармайды. Жауабы f' от x тең 4x куб қосылған 12x квадрат 2x қосылған 4-тің квадраты. Есеп аяқталды.